Сәлеметсіздер ме? Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығынан арналған. Мен үшін тәуелсіздік деген не? Челленджің Жарсуат ауылының негізгі орта мектебінің қабылдадық. Мен Кабылинка ауылынан негізгі орта мектебінің 8-ші Б сынып оқушысы Вечеркина Валерия ұлтым орыс. Тәуелсіздіктің мен үшін білдіретіні туралы айтып кетейін. Мен үшін тәуелсіздік Тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқының құндылығы деп есептеймін. Және біз бүгін барлық жетістіктерімізге тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік деп ойлаймын. Для меня слово «независимость» стоит в одном ряду со словами «свобода», «справедливость», «развитие». Независимость – это отсутствие подчиненности. Независимость – это и свобода. Точнее, самому совершать ошибки и самому же быть за них в ответе. Что дала независимость Казахстану? Да, пожалуй, все. От узнавания и признания на международной арене нашей страны до права самостоятельно определять структуру и количество своих войск, военную доктрину и даже алфавит. Вот уже 30 лет Казахстан – суверенное государство, субъект международного права. Мы, казахстанцы, горды независимостью своей страны. Ұлттық қасиетіміз бен ұлттық құндылықтарымызды ұқтап, бар әлемге қазақты азат сүйгіш, тұғыры берік, рухы мықты халық екенін танытқан тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесі де келіп жетті. Мен Кадырбаева Сәуле Қонқышқызы, тәуелсіз елдің азаматымын. Бабалар сөйлеген ана тілінде сөйлеп, өз елінде еркін жүремін. Мен үшін тәуелсіздік батырларымыздың ұлы далалар жолын қорғау үшін төккен қаны мен терінің өтеуі. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы армандаған асыл арманы аналарымыздың ақ тілегі. Жас мемлекет үшін жаңа дәуір әрине тәуелсіздіктен басталады. Осы орайда еліміз 30 жыл ішінде бәсекеге қабілетті елдер қатарына қосылу жолында орасан зор жетістіктерге жетті. Әр ұлт, әр халық үшін тәуелсіздіктен артық баға жетпес, байлық жоқ шығар сірә. Әлемде 200-ге тарта ұлтта ғана тәуелсіздік бар екен. Сол 200-дің бірі бізге, яғни қазақ халқының маңдайына біткен бағын түсініп, қорғап, көздің қарашығындай сақтайды. Мен үшін тәуелсіздік деген не? Челленджің Қаракөл ауылының негізгі орта мектебі жылда емес.